2022 бірінші қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында 1 қыркүйекке дейінгі елге өзіміз азаматтар әкелген шетелдік автокөліктерін бір жолға заңдастыру туралы жариялаған болатын. Заңдастыруға іздеуде жүрген, істегенімізді тазартып өтпеген, сондай-ақ 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін алып келген көліктер жатпайды. Сонымен қатар шекара қызметінің көлік туралы әкелу жоқ туралы мәліметтер болмады да, автокөліктің республикада нақты тұрған күні сақтандыру полисінің алғашқы рәсімделік күні бойынша анықталатын болады. Бастапқы төлем тіркеу үшін 200 мың теңге құрайды. Қалған төлемдерге техпаспорт пен мемлекеттік тіркеу нөмірі үшін қазіргі кезде 13.737 теңге төлеу қажет болады. Сонымен қатар бірде-бір шетелдерде есеп тұрмайтын автокөліктерде есепке алынады. Егер де ұрланған басқа деректер болмаса есепке алынады, оларға да тиісті мемлекеттік тіркеу нөмірлері беріледі. Мына облыста 3 жерде тіркеуге болады. Мына бізде Түркістан, Сарыағаш қаласында және Сайрам ауданы Ақжүкен елді мекенінде орналасқан халық орталықтарында барып азаматтарымыз тіркеуден өткізуге болады. Ол жерге біз арнайы мамандарымыз жібереміз. Сол үшін міндетті түрде көліктерді осындай орындарға алып барып тексеріп болған соң ғана тіркеу болады.